Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен пазл әдісі бойынша мына бір 6 сұраққа жауап берейік. Ең алғашқы сұрақты бейбітшілік деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Кім айтады? Мен. Айта ғой. Бейбітшілік дегеніміз менің ойымша азаттық, еркіндік, бостандық деп ойлаймын. Деп ойлайсың, дұрыс. Біз бейбіт елде өмір сүрсек, біз азатпыз, біз басқа елге тәуелді емеспіз, сол мағынаны білдіреді. Жарайсың. Символдарына нені жатқызамыз? Айта ғой, Нариман. Елтаңбаны, өзіміздің көп туды ана тілімізді деймін жатқызамыз. Әрине, біз ел болып қалыптасуымыз үшін, басқа елге ерекше танылуымыз үшін біздің көк туымыз желдеп тұру керек. Әнұранымыз асқақтап тұру керек. Елтаңбамыз жарқырап тұру керек. Жарайсың. Келесі мақалды жалғастырыңыз. Ер татулығы, айта ғой, Адина. Ер татулығы, ел татулығы. Ер татулығы, ел татулығы. Қалай түсінеміз ер татулығы, ел татулығы дегенді? Адина, жалғастыршы ойынды. Қалай түсінеміз? Елімізде адамдар тату болса, онда елімізде адамдар тату болса, елімізде тату болады. Яғни, біздің еліміздің бір-бірімен тату өмір сүруі ең алдымен біздің отырған, арамызда отырған ер азаматтарымызға байланысты екен, Келесі сұрақ. 4-ші, Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына қай жылы мүше болып қабылданды? Айта ғой, Медет. 1992 жылы қабылданды. 1992 жылы сәйкесін. Келесі сұрақ. Бейбітшілік сөзінің синонимін көрсетіңіз дейді. Яғни астында сіздерге 3 сөз берілген. Кім айтады бұл енді? Айта ғой, Ислам. Тыныштық. Тыныштық, дұрыс айтасың. Бейбітшілік сөзінің синонимі тыныштық. Біріккен Ұлттар Ұйымының жалпы мақсаты не деп ойлайсыз дейді. Кәнеки кім айтады? Сымбат, мына жақтан кім? Мирас. Айта ғой. Қазына айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымының жалпы мақсаты соғысты болдырмау және мемлекеттердің өзара тату болуы. Дұрыс айтасың. Яғни біз осы мемлекет, көршілес мемлекет, бір-бірімізбен осы әлемде қаншама мемлекеттер бар ғой, қаншама ұлт өкілдері бар. Солардың бір-бірімен тату, осы жер дүние жүзінде татулық болсын, бейбітшілік болсын деген мақсатта құрылған ұйым болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өркениеттер қақтығысы. Сабағымыздың мақсаты естер құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екі жақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу, яғни аргументативті есте жазамыз. Мақсатына жетеміз деген ойдамын. Ал балалар, біздің ең алғашқы тапсырмамыз жұптық жұмыстан басталады. Бұл жерде сіздерге берілген мәтіндерді мұқият оқып, идеясын анықтап, ішінен негізгі ақпараттар мен деректерді анықтауларын қажет. Ал балалар, уақыт аяқталды, тапсырманың берілген уақыты. Мынау жұптық жұмысты бәріміз орындап болған шығармыз, Осы тақырыпта бақыттың кілті бейбітшілікке деген мәтіннен кім айтады? Қарақат пен Рахмет екеуі жұптасқан екен, екеуінің несін жауабын тыңдайық. Оның идеясы халықтың арасында бірлік болу керек. Сол кезде бейбітшілік болады. Дұрыс. Ал енді негізгі ақпарат. Негізгі ақпараттар бірінші, талай жазықсыз жандар сол зұлматтың зардабын шекті. Екіншісі, соғыстар, көтерілістер, ордан қалды, ашаршылықтар, оның барлығы халықтың қырылып, азып тозуына әкеп соқты. Яғни бұл жерде сіздер мәтіннен негізгі ақпараттарды таптыңдар, жұптасың. Жарайсыңдар, жақсы, жауаптарына қанағаттанамын. Ал келесі мәтінге байланысты екінші қатар жауап береді. Кім дайын екінші қатардан? Луара мен Аяттың жұбы. Кәнеки айта қойыңдар. Идеясы президентіміздің жаңа Қырғызстанды құру идеясына қолдау көрсету. Яғни жастық президентті қолдайды деген мәтінде осы ой айтылған, Дұрыс, жақсы, айта қойыңдар. Негізгі ақпараттар мен деректер. 2022
жылдың 11 қаңтарында мемлекет басшысының еліміз үшін алға қойған нақты міндеттері айқындалды. Президентimiz Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзімен біз бұл күнге қалай жеттік, келешек ұрпаққа қалай аманат қалдырамыз деген саналы адамды толғандыра сұрақтарына жауап іздейтініміз. Яғни мәтіндегі берілген негізгі ақпараттар осы екені дұрыс отыра ғой, жарайсыңдар. Келесі қатардан кім дайын? Нариман мен Луара. Ал айта қойыңдар, діни негіздегі қақтығыстар тақырыбында идеясы не екен? Жастарды діни ағымдардан сақтау, жастарды барлық діндерден ығыстырып, коммунистік идеологиямен алмастыру. Ал Нариман, сен негізгі ақпараттарды айта ғой. 1970 жылы Иранда Аятолла деген жерде ақшқа қарсы шығуы, бұл ислам діні мен ислам дініне қарсы батысқа деген не істеді ғой? Яғни ол кезде ақш кімге қарсы шықты? Иранға қарсы шықты. Иранға қарсы шықты, иә? Оны біз көрдік, оған куә болдық. Ал балалар, келесі тапсырмамызға да келіп жеттік. Бұл жерде ойланып тап әдісі. Бұл жерде ең алдымен сендер мына берілген мәтінге байланысты жоспар құрып аласыңдар. Жоспар құрған кезде топтасып, ақылдасып бір жоспар құрасыңдар да. Бір жоспарды құрғаннан кейін барып, әрқайсың жеке жұмыс осы тақырыпқа байланысты эссе жазасыңдар. Яғни ол жеке жұмыс болып есептеледі. Ал кеттік, уақыт кетті. Ал балалар, уақыт аяқталды бұл тапсырманың. Енді топ-топ жұмыс аяқталды, жоспарды жасап болған шығармыз, иә барлығымыз? Қай топ бірінші болып бітті? Дұрыс, Сымбаттың тобы бірінші болып бітті. Кәнеки, топтарының жұмысын оқи қойыңдар, таныстырыңдар. Діни негіздегі қақтығыстар. Кіріспе. Бірінші діни қақтығыстар мен соғыстар. Екінші саясатқа негізделген соғыстар. Негізгі бірінші діни ағымдар. Екіншісі діндерді коммунистік идеологияға алмастыру. Үшіншісі террористік топтар. Қорытынды жастарды діни ағымдардан сақтау. Яғни тақырыптардың өте дұрыс таңдалған екен. Осыған байланысты енді эссе жазуды бастаймыз. Ал балалар, эссе жазып аяқтасақ, уақытымыз аяқталды тапсырмаға берілген. Енді келесі әдісіміз, біздің сөздер банкасы әдісі. Жаңағы жазған эсселерімнің ішінен бір саралас, құрмалас сөйлемді тауып, соның қай түріне жататынын біз айтуымыз қажет. Біздің бүгінгі эссе жазуда ең алғаш болып, ең бірінші қазына эссені аяқтап өткізген болатын, иә? Оқып берген болатын. Сол қазынаның эссесінің ішінен бір мысалды келтіруін сұранайық. Ал қазына айта ғой. Мен өзім эссемнің ішінен сөйлем алдым. Қаншама ғасырлар бойы күткен, себебі сол жолда қаншама зұлматтарды, қасірет пен қайғыны басынан кешірген. Ең өкініштісі сол тәуелсіздік жолда құрбан болған бұл заттар қаншама. Бұл себеп салдар салалас сөйлем. Жарайсың. Өйткені ол себебі деген не тұр? Шылау тұр, иә? Сол үшін ол себеп салдар салалас болып табылады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Біз басында қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Біз жаңағы аргументативті эссе жаздық. Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін ажырата білдік, оны таптық. Өркениеттер қақтығысы тақырыбындағы бүгінгі сабағымыздың аяғы осындай болып тұр. Ал енді балалар, еркін микрофон әдісі бойынша бір-біріміздің бүгінгі сабақтағы берген жауаптарымызға қарап бір-бірімізді бағалайық. Ал балалар, еркін микрофон әдісі бойынша Әйгерім сөз алғысы келіп отыр. Микрофон сізде, Әйгерім. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Ал сабақтың барысында осы сабаққа белсенді қатысып отырған, менің ойымша осы екінші топтан Абдрахман Қазына мен және Луара. Оларға өте жақсы деген баға қою керек. Дұрыс айтасың, мен де сенімен қосыламын. Қазына да, Луара да жақсы деңгейде сабақты түсіндіріп айта білді. Осымен сабағымыз аяқталды. Жалпы үйге тапсырманы жазып алайық. Үйге тапсырма бейбітшілік туралы 5 мақаланы іздеп жазып келеміз. Бейбітшілік ең тілегі тақырыбына кітапша альбом жасаймыз. Және бірлік пен бейбітшілік біздің ортақ мүддеміз тақырыбына проблемалық мақала жазамыз. Бұл 3 тапсырманы мен сендерге беремін. Келесі сабақта орындап келеді деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.